Кешегі Хайбарды ашқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбардың атын өзгерткен жоқ. Хайбар советінде қалды, белгі ретінде қалу керек ол. Мұсылмандар ол жерде кімдердің тұрғанын білу үшін тарихта кезінде. Қалай ашылған бұл жер деген нәрсе. Сол сияқты Алла Тағала мына жақта да Наурызбай Қаскелеңді түйреп өлтірген кезде, мына жақ Қаскелең жоңғарлардың жаңағы оң қол батырында болған Шамалханның. Шамалханды да Наурызбай өлтірді, осы жерде жаңағы Қаскелеңді де Наурызбай өлтірді. Алайда ол Наурызбаймен біргесің бе сен? Наурызбай 5 уақыт намазы бүтін болған. Наурызбай қалмақтардың ішкен шарабын ішпеген. Сен Қаскелең деген жерде жүріп, Құдайға шүкір етпей, жоңғарлардың ішкендей шарап ішіп жүрсең, жоңғарлар істеп жүрген жаман нәрселерді істеп жүрсең, шүкірсіз болсаң, сен де әлі ойланып жүрген адамсың. Көрдіңіз ба? Намаз бастамай жүрген туысқандарға түсіндіріңіз. Сен де ойланып жүрсің әлі. Оларға ислам ұсынылса, сізге намаз ұсынылып жатыр. Алламен екі арадағы нәрседе ойлануға болмайды. Ол хайыр. Ғұмырды білмейміз қаншаға созылатынын да. Сол Хайбардың аты қалған секілді, мынау елдің аттары да солай қалған. Енді ойлаңыз, осы жерге осындай еңбек сіңірілген, осындай шайқастар болған, жекпе-жектер болған, ешкім жеңе алмайтын батырларды жеңген кездер болғанда, Аллаға деген иманның күшімен да, білектің күшімен сосын, найзаның күшімен сосын деген. Ал енді сондай тарих болған жердегі Қаскеленнің немесе жаңағындай Шамалханның қазақтары не істеп жүр деген нәрсе. Сол нәрсені ойлау керек. Әр нәрсе құр өмірге мәз болып жүре бермеу керек. Алламен екі арадағы нәрсені түзеу керек. Ертең кеш болуы мүмкін. Мынаның барлығымен тарихты көріп жатсыз қандай нәрселер. Ислам дегеніңіз императорларға жіберіп жатыр. Ол императордың қасында мысалы сіздің жағдайыңыз. Сосын көріңіз, жаңағы 751 жылы Алла Тағала исламды әкеліп осы далаға қарай. Зият ибн Солих деген қолбасшыны әкеп, мына жақта түргештер не істерін білмей жүрген кезде, Тан империясы мына жақтан көтеріліп Қытайдың жібек жолын алмақшы болып жатқан кезде, түрік қағанатын арасынан алауыздықпен екіге бөліп тастаған кезі болған. 603-те құлайды, мысалы бөлініп кеткен кездер болады. Не істеді? Мыналарды дейді, мына күштілерді, сол кездегі империяларды қараңыз, мына күштілерді дейді, сырттан құлатамайсың дейді, мынаны өзінің ішінде өз күшімен құлату керек дейді. Бір-біріне қарсы қойысаң болды деген нәрсе. Осылай екіге бөліп тастаған, батыс қағанаты, түрік қағанаты деп. Одан кейін жаңағы шығыс қағанаты, шығыс құлады, мысалы дегендей. Одан кейін батыс құлады тағы бір 12 жылдан кейін. Сөйтіп жүрген кезде, қайтарам бүйтіп есімізді жайық деп жүрген кезінде, жаңағы Зият ибн Солих келеді, мына жақтан 100 000 әскер Қытай, мына Атлақ шайқасы. Атлақ деген жер Испиджаб, қазіргі Сайрамға жақын жерде мысалы. Сол жерде 100 000 әскер Қытайдың әскері келіп тұр. Қазір егер жеңсе, күллі мына Жетісуынан бастап былай қарай күллісі солардікі болады. Естейміз деп тұрған кезде Алла Тағала түргеш сол кезде жанау жақтан мұсылмандар келіп, арабтар. Ол араб жаңағы басқыншылығы деген нәрсе емес ол тарихта. Кезіндегі совет үкіметі оқытқандай. Ол жаңағы сахабалардың шөберелері кеп тұрған. Солардың замандағылардың. Сөйтіп осы жаққа келе жатыр, жаңағы императорға сөйлегендей нәрсе енді осы далаға келді. Сайрамнан, көрсіз ғой. Сөйтіп келіп, жаңағы Таң империясының Қытайдың әскерін бітшін шығарды. Одан кейін бұл жаққа көз сүземады олар. Көрсіз ғой. Бүгінгі күні де кез келген сыртта дұшпан болса, бүгінгі күні ешбір дұшпан қарумен келмейді. Олар әдемі тактиканы үйренді. Шайтан сияқты істеу. Мысалы сен бір нәрсеге бүйтіп қарайсың да, бір жаман нәрсені істегің келіп қарайын деп тұрған кезде, сен ешқашан ойламайсың ғой маған шайтан уәсуәс салды деп. Сен өзің істеп жатқандай боласың бірден кейін. Өзің істеп жатқандай сияқты көрінесің. Уәсуәс одан келеді. Сол сияқты оларда соғыстың күші түрін ойлап шықты. Санасы дейді мына, немесе жан дүниесі. Біз үйрететін нәрселерге үйір болса, жеткілікті екен ғой дейді. Осы түркілердің қайтаран көтеріліп кету, бұл миссия, ислам үшін керек, бұл халық. Өйткені кешегі күллі ана Аббасия халифаты кезінде
шииттер билеп алған Мекке Мединаға дейін азаны шақырылды. Кім тазартты оны? Селжұқтар тазартқан. Осы түркілер. Одан кейінгі жағы Осман империя. Сенің миссияң басқа халықтар секілді емес. Сенің миссияң осы дін үшін өмір сүруде. Осылай болу керексің. Сондай дәрежеде дін Алламен байланысың мықты болу керек. Осындай халық болу керекпіз біз.